Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Теплодом компаниясы. Бұл бүгінгі біздің объект жаңа дәуір микрорайонында 18 см қалыңдықта 165 квадраттық Аян ағамыздың үйіндеміз. Жалпы бұл кісіде обрушевканың қалайдан қаққандығын бір көрсетіп кетейін. Бұл кісінің жалпы бізде рынокта 3 түрлі обрушевканың қағу тәсілі жүр. Ол жаңағында оңтүстікке қаратай, Қызылорда, Шымкентке қаратай. Көбінесе олар мына ненің орнына біздегі балкының 20-да 5 деп аталынады, яғни қалыңдығы 5 см, ал несі ені 20 см сондайын пайдаланады. Ал Алматы қаласы, жаңа Алматы облысында. Ал оңтүстікке қаратай көбінесе оларда кругляктар пайдаланады. Сол себептен олар обрушевканы үстінен, балкының үстінен қағады да, оларда тапчанный система жасайды. Тапчан деп аталынады. Оларда теп-тегіс, кәдімгідей теп-тегіс болып шығады. Ал Алматы қаласында оның астынан қағады, және де Алматы қаласының ертеректегі системасы дәл осындай. Біздегі Союз кездегі үйлердің көбінесе осылай жасалынған. Мына жерден көріп кетсеңіздер болады, бері қаратай. Мына жерді көрсетейік. Мына жақта қарап қойсаңыздар, мінекейіңіздер. Балканың астынан 20 немене қылып, жаңағыдай 5-4-тік рейка қағып кеткенде, осының бетінен кішкенеден қысқа-қысқадан нені қағады, обрушевканы қағады, обрушевканы тақтай, черный потолок. Яғни мына жерде балканың қалыңдығы өзі 18 см, оның 5 см желініп кетті, яғни мына жерде 12 сантиметріміз бар. Чтобы жылуды жақсылап шығармау үшін, біз осының үстінен асырып отырып, мынандай тапчанный сияқты қылдырып жасап отырмыз. Қазір несін есептейміз, қалыңдығын есептейміз. Мінекейіңіздер, кәдімгі машинаның несі секілді 19 см. 19 см-ге дейін құйып жатырмыз. Бұл кісі 18 см заказ берді. Ар жағынан сіздерге көрініп тұрған болатын болса, кәдімгі тапшан секілді болып, үстінен асырып тұрып құйып жатырмыз. Бұл үйден тепло потеря болмайды. Алла бұйыртса. Хабарласыңыздар, бәріңізбен бірге, сіздермен бірге Теплодом компаниясы, біз сапалы қызмет жасауға уәде береміз.